Ассалаумағалейкум оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге тәтті бәліштерге, бөлкелерге арналған қамырды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт және де су қажет. Екеуін бірге қосып қиған болатынмын. Одан кейін секер, содан соң дрож қажет болады. Осылай салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін жұмыртқа қосамыз, содан кейін тұзды қосамыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды құятын боламыз. Одан кейін ұнды қосамыз. Бір келгі қамыр болғанша дайындайтын боламыз. Қамырымыз дайын. Енді үстіне майымызды құйып, жақсылап жан-жақтарына жағып шығатын боламыз. Жылы жерде 1 сағат жарымдай көтерілгенше күтетін боламыз. Қамырымыз осылай әдемі болып көтерілетін болады. Осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум.